Ислам діні адам баласын әдепке, әділдікке және бір-бірінің абыройын құрметтеуге шақыратын дін. Ал біреудің жеке өміріне араласу, оны сыртынан аңду, өсек айту немесе жаман ой іздеу мұсылмандық қасиетке мүлде сай келмейді. Біреудің өміріне араласу жүректің дерті. Мұндай адам өз өміріне риза болмай, басқаның бақытына қызғанышпен қарайды. Ал шынайы мұсылман өз істерімен айналысып, Алла алдында өз есебіне дайындалады. Имам Ғазали былай деген: өз кемшілігін көрмеген адам ең үлкен надан, ал өзгенің кемшілігімен айналысқан адам рухани ауру. Кімде-кім Алланың разылығын қаласа, біреудің кемшілігін емес, жақсылығын іздесін. Біреудің өміріне араласпай, өз ісіне жауап берсін. Басқаның намысын қорғау арқылы Алланың мейіріміне бөленсін. Алла тағала баршамызды бір-бірімізге мейірімді, адал және әділ болуға жазсын. Сырттан аңдып, өсек айтудан сақтасын.